Саламатсыздар ма оқушылар және көрермендер. Біздің бүгінгі сабағымыз жай бөлшектерді ондық бөлшектерге айналдыру және керісінше ондық бөлшектерді жай бөлшекке айналдыру. Бұлай болса бірден мысалдан бастайық. Яғни мынадай мысалдарға қарастырып көрейік. Жалпы ондық бөлшек деген не дейтін болсақ, ондық бөлшек деген бөлімінде байқап отырсаңыздар 10, 100, 1000, миллион деп кете береді. Яғни бір дейді, ары қарай шексіз нөлдер кете береді. Ол 10 бола ма, 100 бола ма, 1000 бола ма, бөлшектің бөлімі. Түсінесіздер ғой? Бөлшектің бөлімі 10, 100, 1000 болатын жай бөлшекті ондық бөлшек түрінде жазуға болады екен. Яғни бұл жазу қалай дейтін болсақ, мысалға ондай жазулар, міне жоғарысы бір мысал келтірейін, міне өтір арқылы жазылатын сандар ғой. 5 бүтін 123, 2 бүтін 142, 2 бүтін 14, осындай мысалдар. Осындай жазып үйренуіміз керек те. Енді оны қалай жазамыз десеңіздер, мына бөлшектің бөліміне қарап аласыздар. Ең бірінші қарайтын нәрсеміз бөлшектің бөлімінде 10 деп тұр. Өтірді қойып алайық бірінші. Сосын 10 деген санда бір нөл болған себепті бір орында айнап қоямыз. Сол мына жерге бір сызыққа қане жазамын? Мына алымда тұрған сан жазамын 3 дейді. Сосын өтірдің алдында бір сан болу керек қой. Жоқ, басқа қоятын сан жоқ, значит 0 қоямын. Сонда оқығанда 0 бүтін 10-нан 3. Келесі де солай. Міне өтір қоямын. Бөлімінде 10 деген сан екен. 10-да бір ғана 0. Сондықтан мына жерге бір сан түседі. Ол санды міне алымнан аламын. 9. Басқа қоятын менде сан жоқ. 0 қоямын. 0 бүтін 10-нан 9. Келесі. Өтірді қоямын. 100 деген санда 2 0 бар. Яғни 2 орындайын. Ол 2 санды міне 17 деген сан жазамын. 7-сін мына жаққа түсіремін. 1-ін мына жерге түсіремін. Сан бітіп қалды менде. Алдына қоятын, алдына 0 қоямын. 0 бүтін 100-ден 17. Бұл кәдімгі аралас сан сияқты оқылады ғой. Мына жерде негізі 0 деген сан бар ғой, аралас санда. 0 бүтін 100-ден 17. Оқылуы да солай да. Бірақ 0 жазылмайды оны. 0 бүтін 100-ден 17. Мынау да солай оқылады. 0 бүтін 100-ден 17. Міне 2 сан тұр ма? Яғни 100-ден 17 оқимыз. Келесі. Тағы 100-ден 562 деп тұр. Өтір қоямын. 100-де 2 0 болғасын, өтірден кейін 2 орында айнап қоямын. Ол 2 орынға міне ең артынан бастап түсіремін. 2, 6 түсіремін. Енді менде 5 түспей қалды ғой міне. 5-ке орын жетпей қалды. Оны 5-ті өтірдің алдына жазамын. Сонда 5 бүтін 100-ден 62 екен. Жақсы, жалғастырайық. Міне өтір қоямын. Менде бөлімінде 10 деп тұр. 10-да бір ғана 0 дұрыс па? 10-да бір ғана 0 болғасын, өтірден кейін бір орында айнап қоямын. Ол бір орынға тек соңғы 2 деген санды түсіремін. Міне 2 деген санды алып көремін. Міне. Ал алымда 342 ғой негізі. 4, 3 деп жазылмай қалды. Олардың өтірдің алдына жазамын. 4, 3. Сонда 34 бүтін 10-нан 2 болады екен. Мына негізі 342, 10-нан 342 деген араластан айналдырсақ солай ғой, негізі. Мысалы 342-ні 10-ға бөлсек 34 бүтін 10-нан 2 болады ғой міне. Немесе осылай араластанға түрінде жазып алып, сосын барып айналдыруға да болады. Бірақ мұнда қиын емес сияқты. Мен бөліміне қараймыз да, міне. Бөлімінде 100 деп тұр ма? 100-де 2 0. 2 орында айнап қоямын. Мысалы менде бірақ қана сан бар. Соны ең соңына жазамын да, қалған енді сан жоқ қой қоятын болса бірден бір. Қалған жерін бәрін 0-мен толтырамын. Егер қоятын сан қалмаса 0-мен толтырады. Келесі де солай. 100 деп тұр, яғни өтірден кейін 2 0 салуым керек. 2 орында айнап қоюым керек. Оны міне бірді ең соңына жазамын. Одан алдында 4 жазамын. Сосын міне 22 алып қойдық, міне 22. Соны мына жерге жазамын. Сонда 22 бүтін 100-ден 40 бар екен. Келесі міне 10 деген санда 1 0. Мен шыны орынға көтіне. Өтірден кейін бір ғана сан. Ол сан 3 болу керек міне. 3 жазамын. Қалған не 567-дің бәрін алдына түсіріп қоямын. 567 бүтін 10-нан 3 болады. Міне
жай бөлшекті ондық бөлшек түрінде жазу деген осы метод арқылы жазу. Қиын емес деп ойлаймын. Енді керіс жасап көрейік. Мен ондық бөлшектеріне жазып қоямын, енді соны жай бөлшекке айналдырып үйренейік. Ондайды мысалда көрейік. Міне мынадай ондық бөлшектер алдық. Енді қарасақ, міне бірінші бөлшек сызып аламыз. Сосын үтір тұр ғой, үтірден кейін сандарды санаймыз. 1, 2 сан екен. Яғни 2 нөлі бар сан бізде ол 100, бөліміне 100 жазып қоямыз. Ал сосын алымына жазатын кезде міне мынаны үтір нүктесіз оқимын ғой, 0,42. Ешқандай үтірге мән бермесек, 0,42 деген сан, ол 42 деп жазылады ғой. Мұны 100-ден 42 екен. 0,100-ден 42-ні 100-ден 42 деп жай бөлшектерінде жаздым. Келесі де солай бөлшек сызып аламын. Үтірден кейін 1 сан тұр, яғни 1 нөлі бар сан, ол бізде 10. Сосын үтірсіз оқимын. 516. Сонда 51,6 деген ондық бөлшекті 10-нан 516 жазуға болады екен. Келесі мынау. Бұл тіпті ерекшелеу екен. Мысалы, міне үтірден кейін 1 сан, 2 сан, 3 сан, 4 сан, 4 нөл бар сан керек. Бұл не болады бізде? 4 нөл бар сан 10 мың екен. 10 мыңнан мына үтірсіз оқысақ 0,0002 деген бәрі ол 2 деп оқылады, дұрыс па? Сонда 10 мыңнан 2 болады екен. Мен аларды қысқартуға болады, жалпы жай бөлшектеріне жазып жатырмын. Келесі де солай. Үтірден кейін 1, 2, 3 сан тұр, 3 нөл бар сан бізде ол 1000 екен, 1000. Сосын үтір нүктесіз оқысақ 5003. 5003 деп жазып қоямын. Келесі де солай. Үтірден кейін тек қана 1 сан тұр, яғни 10 нөлден. Ал мына үтірді алып оқысақ 2013 деген сан мына. 2013. Келесі үтірден кейін 1, 2, 3, 4 сан, 4 нөлі бар сан, ол жаңағы 10 мың бізде. 10 мыңнан үтірді алып тұрсақ 0, 2017 деп тұр, 2117 деп тұр, 0 жазылмайды, сонда 2117 болады екен. Міне, жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдырып, және керісінше ондық бөлшекті жай бөлшектерге жазсақ, міне осылай болады. Енді сұрақ болуы мүмкін. Мысалға, тек сіз қарап отырсаңыздар, тек бөлімде 10, 100, 1000 болса ғана, миллион, 10 мың болса ғана айналдырдық қой. Ал басқа бөлшек сандар тұрса ше, олар айналдыруға келмей ме деп ойлауыңыз мүмкін. Солардың ішінде де келтіруге болатындары бар. Яғни жай бөлшектерді ондық бөлшектерде ауыстыруға болатындар да бар. Және мүлде ондық бөлшектерінде жазылмайтын бөлшектер де бар. Енді соларды қарап көрейік шығар. Енді мынадай бөлшектер бар міне. Мына бөліміне мән берейікші. Бөлімдегі әрбір бөлшекті қарап шықсаңыздар, бөлімінде 2, 4, 5 деген сандар, 20, 25, 8. Бұны қалай айтсақ екен? Мысалға, бөлшектің бөлімінде мысалға тек 2 мен 5-ке еселі сандар болу керек қой. Яғни бөлшектің бөліміндегі санды көбейткіштер жүктеген кезде тек 2 мен 5 қана болу керек. Түсінікті ме? Мысалға, мен 6-тан 5 деп жазсам қазір, мына 6 деген санды көбейткіш жүктесем, 2 көбейту 3 болмай ма? Міне осындай 3 дегендер болмау керек. Осылай жүктеген кезде 2 көбейту 5, көбейту 2, көбейту 5 деп жүктеліп қалу керек қой. Мысалы мен қай санды алайын? 20-ны алайын ба міне? 20-ны алып жүктесем қазір, ол 20 деген ол 4 пен 5-тің көбейтісі. Ал 4 деген ол 2 мен 2-нің көбейтісі. Сонда 2 көбейту 5 көрдіңіздер ма? Құрамында кіл 2 мен 5. 25 те солай, 5 пен 5-тің көбейтісі. 4-ті алсақ та солай міне, 2 мен 2-нің көбейтісі. Яғни бөлшектің бөлімдегі сандар міне көбейткіш жүктеген кезде тек қана 2 мен 5 болу керек. Егер сол көбейткіш жүктеген кезде арасына 7, 3 деген басқа сандар түсіп кетсе, онда ол ондық бөлшекке айналмайды. Осы жерін түсіне алсақ, жай бөлшектің бөлімдері түсінікті болатын болса, олай болса міне 2-ден 5 деген енді ондық бөлшекке қалай айналдырамыз? Сол жөнін түсіне алайық. Мысалы 2-ден 5. Біз алымына көбісі мән бермейміз, тек бөліміне қарайық. Мына 2 деген санды қайтсек 10 қыламыз, қайтсек 100 қыламыз, 1000 қыламыз деп ойлауымыз керек қой. 2-ні нешеге көбейтсек, мысалы 10 болады. 5-ке көбейтсек, шекесін жазып қояйын, 5. Сосын мына 5-ті 5-ке де көбейтемін, 25. 5-ті 2-ке де көбейтемін, 10.
Ал 10-нан 25 деген мана біз жазып үйрендік. 10 деген 1 0, значит өтерден кейін бір сан болу керек. Мен бір орын дайындап қойдым. Ол сан 5. Сосын мына 2-ні өтердің алдына жазып қойдым. 2,5. Шынымен де 5-тің жартысы 2,5 ғой. Деп тұрген. Әрі қарай 4-тен 3. Енді мына 4-тің бөліміне қарайын ма жаңа? 4-ті қайтсек 10 қыламын, қайтсек 100 қыламын деген ойда болған кезде әр уақытта. Мысалға 4-ті қандай санға көбейтсек те 10 болмайды. Дұрыс па? Тек бұны келтіруге болады, 100-ге ғана жеткізуге болады. 4-ті нешеге көбейткенде 100 болады? 25-ге, 25-ті 4-ге көбейткен 100 болады. 25-ті 4-ге көбейткен 100, 25-ті 3-ге көбейтем 75. 100-де 2 0 бар. Яғни өтерден кейін 2 орын болу керек. Ол 2 орында мына 5, 7 болады. Өтердің алдында сан жетпей қалды, значит оны жерге 0 қоямын, иә. Келесі 5-тен 7. 5 деп тұр. Бұны нешеге көбейтсек 10 болады? Тек қана 2-ге көбейтсек 10 болады. 7 2 14. 2-ні 5-ге көбейтсек 10. 1,10-4. 10-да 1 0 болғасын, өтерден кейін бір сан болу керек. 20-дан 6. Енді кейде бөлшектерді қысқартқанда міне мысалға 20-ны 2-ге бөлсек, 6-да 20-да 2-ге бөлеміз мысалға. Өзі 10 болады деп тұр да. Немесе 20-ны 100-ге де жеткізуге де болады. Екі варианттарымыз бар. Бірақ қысқартқан тиімдірек сияқты. Мысалы екеуін де 2-ге қысқартсақ, мынау 3, мынау 10 болады да. Сол 10-нан 3-ті жазып қоямын. Сонда 0,10-нан 3 болады, иә. 10 деген 1 0 ғой. Яғни өтерден бір сан болуы 3. Алдынан 0 қоямын. 20-дан 11. Мен бұл жерден қысқартатын вариант жоқ. Қысқармайды жермен оны. Сондықтан енді амал жоқ, 100-ге жеткізуіміз керек. 20-ны нешеге көбейткенде 100 болады? 5-ге көбейткенде. Мынау 100. Мынау 11-ді 5-ге көбейтсек 25. Өтерден кейін 2 сан болу керек. 100-де 2 0 болғасын. Ол сан 2-де 5 болады. Өтердің алдына сан жетпей қалды. Ол 0-мен толтырамыз. Ары қарай 25-тен 4. 25-тен нешеге көбейтсек 100 болады? 4-ге көбейтсек 100-ден 16. Бұл бізде 0,100-ден 16, иә. 100-де 2 0 болғасын, өтерден 2 0 болады. 8-ден 3. 8 енді 10-ға мүлде келмейді. Сосын не? 100-ге де келмейді, дұрыс па? 8 ештеңе көбейтсек 100 болмайды. Бұны тек 1000-ға келтіреміз. Оны қалай бөлдік дейтін болсақ, мынандай да ереже бар. Мұны 8-ді жіктесем, 2 көбейту 2 көбейту 2 ғой, дұрыс па? Негізі мына қарасақ, мына бөлім 10, 100 дегеннің бәрінде 2-лер мен 5-лердің саны бірдей, көбейткіштерін. Мысалға 100 деген сан жіктесем қазір. 100 деген сан ол 10 мен 10-ның көбейтісі, дұрыс па? Ал 10 мен 10 деген сөз ол 2 мен 5-тің көбейтісі. 2 мен 5-тің көбейтісі. Міне 2 2 бар, 2 5 бар. Көрдіңіздер ме? Сондай болу керек қой міне. Мына 8 деген санда 2-нің 3-еуі бар ма? Қасына яғни 5-тің 3-еуін тіркейміз. Солай да білуге болады. Егер бөлімдерін жіктесек, мысалы міне 3-ші степте 5-тен 7 деп тұр ма? Міне 5 жалғыз ғой міне. Қасына тек 2 керек болып тұр да мына. Немесе міне 4-ке қарасақ, 4 деген ол 2 мен 2-нің көбейтісі. Қасына тағы 2 5 сұрап тұр бұл. 2 5, яғни біз 25-ті көбейтіп. Сөйтіп те іздеуге болады. Егер 4 яғни 100-ге 1000-ға көбейткенде неше болатынын тауып білетін болсаңыздар, сөйтіп ажыратуға болады. 8 деген 2-нің 3-еуі, оған 5-тің 3-еуі, яғни 125-ге көбейтеміз. Сонда 1000 болады екен да. 125 8-ге көбейтсем 1000. 125-ті 3-ге көбейтсем 375 ба. Сонда 0,375 болады екен. Міне осындай кез келген бөлшекті енді ондық бөлшекке де, жай бөлшекке де айналдырып үйренді деп ойлаймын. Осының видеоның астында тапсырмалар болады. Оған қолдарыңызды жаттықтырып ой істерді шығаруды ұсынамын. Назарларыңызға рахмет.